Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз мектеп оқушылары үшін, жас мамандар үшін және ұбт-ға дайындалушы түлектер үшін пайдалы болсын деп факториал тақырып бойынша видео түсіруді шешіп отырмыз. Сонымен бүгін факториалға есеп қарастырамыз. Факториал дегеніміз ол n факториал болады, леп белгісімен белгіленеді, және n факториалымыз ол 1-ден n-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. Мәселен, 5 факториал болатын болса, 1-ден 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі болып саналады. Енді бұл жерде оқушы көбейту кестені жақсы білу қажет. Сонымен бірінші есебі 3 факториалға 4 факториалды қосыңдар дейді. Енді жаңа айтып кеткендегідей 3 факториал дегеніміз 1, 2 көбейтемін 3. Ал 4 факториал дегеніміз 1 көбейтемін 2 көбейтемін 3 көбейтемін 4 тең. Енді 1-ді 1, 2, 3-терді көбейткен кезде 6 болады. Оған қосамын. Мынау 6 болған кезде оны 4-ке көбейткен кезде 24 болады. Бір-біріне қосамын, 30 болады екен. Сонда бірінші есептің жауабы 30 болып тұр. Кезекті екінші есебіміз ол 2 факториалға 5 факториалды қос дейді. 2 факториал дегеніміз 1 менен 2-нің көбейтіндісі, қосамын оған 1-ден 5-ке дейін сандардың көбейтіндісін 2 көбейтемін 3 көбейтемін 4 көбейтемін 5 тең. 1-ді 2-ке көбейтсем 2 болады. Оған қосамын. Енді бұл жерде тиімді тәсіл пайдаланамыз. 1-ді 2-ке көбейтсем 2 болады. 2 менен 5-тің көбейтіндісіменен 3 пен 4-тің көбейтіндісін терімдік қасиет бойынша аламыз. Сонда 10 көбейтемін 12 болады. Сонда 2-ге қосамын 120-ны болады екен. Бізге не болады? 122 болады. Сонда екінші есебіміздің жауабы 122. Үшінші есебіміз 4 факториалға 2 факториалды қос дейді. Сонымен 4 факториал дегеніміз 1-ден 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі болады. Қосамын оған 2 факториалды, яғни 1-ден 2-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. Алдыңғы есептегідей 1 менен 1, 2, 3, 4 деген сандардың көбейтіндісі 24 болған. Оған қосамын бір жердегі 2 болады. Сонда жауабы 26 болады екен. Төртінші есебіміз 6 факториалдан 3 факториалды алып таста дейді. Ал енді алып тастайық. Ол үшін біз 6 факториал ашамыз. 1 көбейтемін 2 көбейтемін 3 көбейтемін 4 көбейтемін 5 көбейтемін 6. Алып тастаймын одан 1 көбейтемін 2 көбейтемін 3. Бұл жерде енді ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарып жіберіп үйренейік. 2 менен 3-тің көбейтіндісін жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, онда бізде 4 пен 5-тің көбейтіндісі және оған 6-ның көбейтіндісі жақшаның ішіне қалады, одан 1-ді алып тастаймын. Тең 6 көбейтемін 4 жердегі 5-ім 20, 20-ны 6-ға көбейтемін 120 болады. 120-дан 1-ді алып тастаймын 119 болады екен. Енді 119-ды 6-ға көбейтеміз. 6 жердегі 9-ым 54, 4-сі түсіп 5 ойда. 6 жердегі 6-ым 1, ойдағы 5-ті қосамын 11, 1 ойда. 6 жердегі 6-ым 6, ойдағы 1-ді қосамын 7. Сонда 714 деген сан шығады екен. Кезекті 5-ші есебіміз, 5-ші есепте 4 факториалдан 0 факториалды алып таста дейді. Ал 4 факториалымыз ол деген сөз 1-ден 4-ке дейінгі санның көбейтіндісі 2, көбейтемін 3, көбейтемін 4, алып тастаймын 0 факториалым ол 1-ге тең. Сонымен 24-тен алып тастаймын 1-ді 23 қалады екен. Міне кезекті 5-ші есептің жауабы. 6-шы есеп 0 факториалға 0 факториалды қос дейді. 0 факториалым 1-ге тең, келесі 0 факториалым 1-ге тең, қосқан кезде 2 болады. Сондай жауабымыз 2 деген сан шығады. 7-ші есеп 1 факториалға 0 факториалды қос дейді. 1 факториалым 1-ге тең, 0 факториалым 1-ге тең, қоссам 2 деген сан шығады. Сонымен 7-ші есептің де жауабы 2 болып тұр. 8-ші есеп 30 факториалды 28 факториалға бөлу қажет екен. Енді біз 30 факториалдың алғашқы 28 факториалын ашпаймын. Яғни ол деген сөзіміз 1-ден 28-ге сандардың көбейтіндісі деген сөз. Ары қарай 29 көбейтемін 30.
Бөлшектің бөліміндегідей 28 факториалды қалдырамын. Сонымен бөлшектің алымдағы 28 факториал менен бөлшектің бөліміндегі 28 факториал қысқарып кетеді да, сонда 29 менен 30-дың көбейтіндісін шығарсам болды екен. Үш жердегі 9-ым 7, 27, 7-сі түсіп 2 ойда. Үш жердегі 2-м 6, ойдағы менен 8, сонда 87 болады да, артынан 0 тіркеймін. Сонда берген санның 30-дың 28 факториалға қатынасы 870 болып тұр екен. 9-шы есебіміз 25 факториалдың 22 факториалға қатынасы дейді. Алдыңғы есептегідей 22 факториалын қалдырамын, 25 факториалдың ар жағын жазам. 23 көбейтемін 24 көбейтемін 25. Бөлшектің бөлімінде 22 факториал. Сонымен 22 факториал мен 22 факториал қысқарып кеткен кезде 23 көбейтемін 24 көбейтемін 25. Бұл болады 1380 деген сан шығады. Яғни алдын ала көбейтіліп қойды бұл есеп. Сонымен 9-шы есептің жауабы 1380. Кезекті 10-шы есебіміз 30 факториалдың 27 факториалға қатынасын есептейік. Сондықтан 30 дегеннің 27 факториалын қалдырамын да, қалғанын ашам. 28 көбейтемін 29 көбейтемін 30. Бөлшектің бөлімінде 27 факториал болады. Сонымен 27 факториал мен 27 факториал қысқарады да, менен не қалады? 28 көбейтемін 29 көбейтемін 30 болады екен. Тең, бұл жерде барын көбейткен кезде 24360 деген сан шығады. Міне сонымен 10-шы есептің жауабы осы болады. 11-шы есеп. 3 факториалдың, кешіріңіздер, 6 факториалдың 3 факториалға қатынасы. Алымында сол 3 факториалмен қалдырамын, сонымен қалған 4, 5, 6. Бөлшектің бөлімінде 3 факториал. 3 факториал мен 3 факториал қысқарады, сонда 4 көбейтемін 5 көбейтемін 6. 4 жердегі 5-ім 20, 20-ны 6-ға көбейтемін 120 деген сан шығады. Сонымен 11-шы есептің жауабы. 12-ші есебіміз. Өзі терудің формуласына да келіп қалған екен, бірақ факториал түрінде беріліпті. Сонымен алымында 30 факториал қалады. Тимеймін оған. Бөлшектің бөліміндегі 3 факториал қала берсін. Енді жақшаны ішін алып тастайын. Бұл 27 факториал болады. Енді 30 факториалдың 27 факториалын қалдырамын да, ар шетіндегі 28 көбейтемін 29 көбейтемін 30 болады. Бөлшектің бөлімінде 27 факториалдың өзі тұр, ал 3 факториалды 1 көбейтемін 2 көбейтемін 3 деп ашайын. Сонымен 27 факториалдар қысқарады. Мына бөлшектің бөліміндегі 6 менен 30 қысқарып кетеді 6-ға. Сонда 28-ді 29-ға көбейткен кезде 812 деген сан қалады. Болады, оны 5-ке көбейтемін 4060 деген сан шығады екен. Сонымен 12-ші есептің жауабы 4060 болады. 13-ші есебіміз. 13-ші есепті шығарып көрейік. Енді алымындағы 12 факториалға тимеймін. Бөлшектің бөліміндегі 4 факториалға да тимеймін. Мен жақшаны ішін орнына боламын. Сонда ол болады 8 факториал болады екен. Енді алымында 12-ні 8 факториалын қалдырамын да 9, 10, 11, 12 деп жазам. Бөлшектің бөліміндегі 8 факториал қалады да 4 ташам. 1 көбейтемін 2 көбейтемін 3 көбейтемін 4 болады. 3 жердегі 4-ім 12, сонымен 12 мен 12 қысқарып кетеді. 2 менен 10 қысқарады, 5-тен тиеді. Сонымен менен не қалды бұл жерден? Соны жазып қойайын. 9 көбейтемін 5 көбейтемін 11 болады екен. 9 жердегі 5-ім 45, оны 11-ге көбейтемін. Бұл жерде бұлай көбейтіледі. 100-дігім 4 болады, 1-лігім 5 болады. Енді 10-дығым осы екеуінің қосындысы 9 болады. Сонымен есептің жауабы 495 болып тұр. 14-ші есебіміз. Енді бөлшектің бөлімін азайтып алайын. Ол үшін алымын өзгеше жазылам, 7 факториалды өзгеше жазылам. Сонымен бөлшектің бөлімі 13 факториал. 13 факториал қалады алымындағы, сонымен
14 көбейтемін 15 көбейтемін 16 көбейтемін 17 көбейтемін 18 көбейтемін 19 көбейтемін 20 болады. Ал бөлшектің бөлімінде 13 факториал қалады. 7 факториал ашылады. 1 көбейтемін 2 көбейтемін 3 көбейтемін 4 көбейтемін 5 көбейтемін 6 көбейтемін 7. Соменен көбейтіп барлығын бөліп нәтижесін шығарған кезде бұл жерден 77.520 деген сан шығады. Мен сонда 14-ші есептің жауабы осы болады екен. 15-ші есебіміз. 15-ші есеп 25 факториал қалсын алымындағы. Ал бөлшектің бөлімінен 25-тен 3 есептің жартысына 2 екен. Сондықтан 25-тен 2-ні алып тастаймын, 23 факториал қалады. Тең алымының 23 факториалын ашпаймын, қала берсін. Ал 24 пенен 25-ті қалдырам. Яғни көбейткіш түрінде жазам. Содан бөлшектің бөліміне 23 факториал. 23 факториал мен 23 факториал қысқарады. 24-ті 25-ке көбейткен кезде болады 600 деген сан шығады. Сонымен 15-ші есептің жауабы 600 болып тұр. 6-шы есеп 4 факториалға 5 факториалды қос дейді. 4 факториалын 1 көбейтемін 2 көбейтемін 3 көбейтемін 4 қосамын 5 факториал деген 1 көбейтемін 2 көбейтемін 3 көбейтемін 4 көбейтемін 5. Сонымен 4 факториалым 24 болады. Қосамын 5 факториалым деген 120 болады. Сонда болады екен 144 деген сан шығады. Мен 144 деген сан шықты. Құрметті көрермен, біз факториал деген тақырыптың есебін мына кітаппенен шығардым. Мына кітаппенен математикалық сауаттылықтың осы кітабымен шығардым. Сондықтан осы кітаптың ішіндегі барлық факториалдың есептері аяқталды. Пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Хош, сау болыңыздар.